Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер жылы су, жылы сүт, майонез, сұйық май, ұн, қант, тұз және ашытқы. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді және жылы суымызды құямыз. 1 шай қасық қант және 1 шай қасық тұз салып, араластырамыз. Осыған сұйық майымызды және майонезімізді бірден саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осы сұйық массаға ұнның бір бөлігін саламыз және үстіне ашытқы саламын. Қажет болған жағдайда тағы да үстіне ұн салатын боламыз. Қамыр әлі де сұйық болғандықтан тағы да ұн салып араластырамыз. Әбден иін қандырып, жұмсақ қамыр етіп илейміз. Біздің қамырымыз дайын болды. Бетін жауып, жылы орамалмен орап және жылы жерге 45 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз осылай көтерілген кезде ешқандай сусыз осылай бір басып аламыз және тағы да 15-20 минутқа қоямыз. Қамырымыз қайта көтерілген кезде жаюға кірісеміз. Барлық қамырды алып, екіге бөліп аламыз. Қамырдың бір бөлігін қайтадан ыдысқа салып, бетін жауып қоя тұрамыз. Қамырды жаюға кірісеміз. Қамырды толықтай жайып болғаннан кейін дөңгелек формасында осылай кесіп шығамыз. Біздің бауырсақтарымыздың қамырының қалыңдығы осындай көлемде болуы қажет. Табамызға май құйып, май қызған сәтте бауырсақтарымызды пісіруге кірісеміз. Бір жақ беті қызарған сәтте екінші жақ бетіне ауыстырамыз. Екінші жақ беті де қызарған соң майдан аламыз. Барлық бауырсақтарды дәл осылай пісіріп шығамыз. Біздің бауырсақтарымыз толықтай дайын болды. Осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ортасы осындай болып шығады. Қамыры өте жұмсақ, әрі бауырсақтардың барлығы үрілі, пышный болып пісіп шығады. Сіздермен болған Кәмшат.
Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.